Кеңес үкіметінің қанды қол билеушісі Сталин ұлы адамдардың өмірбаянын оқығанды, олар туралы білгенді жақсы көріпті. Шамасы өзі де ұлы болмаққа ұмтылса керек. Оны әлемнің жартысын жаулаған, көптеген елдерді басып алған Шыңғысхан, Әмір Темір сияқты адамдардың өмірі, тұлғасы қызықтырды. Бірақ Темірді өз атына тіркей алмасы анық. Сосын оның синонимі болатын Болат сөзінің аудармасы Сталь деген сөзді өзіне фамилия етіп алады. Сөйтіп Әмір Темірге шын пейілмен ұқсағысы келген Джугашвилидің есімі тарихта Сталин болып қалады. Әмір Темірге деген қызығушылық мұнымен аяқталмайды. Өзі басқарып отырған Алып империяның бір түкпірінде Әмір Темірдің жерленгенін естіген Сталин оны қаздырып алып, түрік келбетінің қандай болғанын білмек болады. Ол үшін алдына белгілі антрополог ғалым мүсінші Герасимовты шақырады. Герасимов қатал басшыдан қатты қорқады. Әмір Темірге бармас бұрын өзінің шын шебер екенін дәлелдемек болып, Сталинге өзі ғана білетін бір адамның бассүйегін беруін өтінеді. Сталин оған кезінде түрмеде болғанда күзетшілік жасаған, кейін қайтыс болған, өзі ғана қай жерде жерленгенін білетін қарттың бассүйегін алдырады. Герасимов бар өнерін салып, күзетшінің мүсінін жасап шығады. Оны көрген Сталин тірі күзетшінің өзін көргендей болыпты деседі. Антропологтың өтірік жасамайтынына көзі жеткен соң Самарқанға арнайы экспедиция жібереді. Антрополог Михаил Герасимов пен шығыстанушы Александр Семенов бастаған ғылыми экспедиция құрамында академик Қараниязов, кинооператор Мәлік Каюмов, қолбасшының өмірі туралы кітап жазғысы келіп жүрген тәжік жазушысы Садриддин Айни да бар еді. 1941 жылдың мамыр айында Самарқанға аттанған экспедиция қалаға маусымның басында жетіп, Гур-Эмир кесенелер кешенін зерттеу ісіне кіріседі. Алдымен Темірдің ұлы Шахрухтың қабырын 3 күн қазады. Одан кейін қолбасшының немересі, атақты астроном ғалым Ұлықбектің қабырын қазып, оның бас сүйегінің бөлек жатқанын көреді. Тарихи деректер оның кісі қолынан қаза болғанын, басының қылышпен кесілгенін айтады. Қабірдегі сүйек те сол деректі дәлелдей түседі. 17 маусым күні академик Александр Семенов Әмір Темірдің аты жөні мен Құран аяттары жазылған үлкен көк тастағы жазуды оқиды. Онда араб әріптерімен «Біздің барлығымыз өлеміз, уақытымыз келгенде біз де о дүниеге кетеміз. Бізге дейінде ұлы адамдар болған және бізден кейінде болады. Егер де кім өркөкіректікке басып, өзін басқалардан биік қойса, немесе ата-баба қабірін ашып, әруақтың тыныштығын бұзса, онда оны ең сұмдық қарғыс атсын» деп жазылған еді. Қарғыс атсын деген сөзден экспедиция мүшелері де шошып кетеді. Араларында жұмысты тоқтатсақ ба деген сөздер де болды. Жұмысшылардың жартысы мұсылмандықтарын айтып кетіп қалған. Өйткені ел ақсақалдары да орыстардың Әмір Темір қабірін қазғалы жатқанына наразы болатын. Ақсақалдар келіп, қарсылықтарын да білдіріп кеткен болатын. Бірақ оларды Өзбекстанның сол кездегі басшысы Юсуповтың өзі келіп, мұның тарих үшін керек екенін айтып, әрең тоқтатқан болатын. Себебі Сталиннің сөзін жерге тастау әруақтан қорқудан да қауіпті болатын. Салмағы 3,5 тонна көк тасты көтеру оңай болмады. Қабір қазушылардың істеген амалы қалмады. Ақыры тас тақтаның астына бөрене салып, сонымен домалатуға кіріседі. Кесененің қабырғаларының қирағанына да қарамайды. Ақыры тас жылжиды. Бірақ тастың астында мәйіт жоқ еді. Кесененің ішіне бір жұпар иіс тарап кетеді. Сөйтсе тағы бір тас тақта қойылған екен. Енді соны ашпақ болғанда электр жарығы сөніп қалады. Әбден әбігерге түскен жұрт үзіліс жариялап, шай ішуге далаға шығып кетеді. Камераға түсіріп жүрген өзбек кинооператоры Мәлік Каюмов шайханаға келсе, ашулы 3 ақсақал арабша кітапты парақтап отыр екен. Олар бірден Мәліктен «Сен де мына орыстармен бірге жүрсің бе?» деп сұрайды. Әзілдегісі келген Каюмов «Мен олардың бастығымын ғой» деп жауап береді. Онда мына кітапты оқы. Егер де кім өлген адамның моласын қазып, кебініне қол салса, ол Құдайдың қарғысына ұшырайды. Егер Әмір Темірдің көрін ашатындарың рас болса, айтпады демеңдер, қырғын соғыс басталады, дейді әлгі ақсақалдар. Соғыс басталады деген сөзден сескеніп қалған Каюмов оқиғаны экспедиция мүшелеріне баяндайды. Александр Семенов та жаңағы жазуды оқып шығады. Кеңес идеологиясы бойына әбден сіңген жазушы Айни ештеңеге қарамастан шалдарды балағаттап қуып шығады. Абдырап қалған Каюмов түсіріп алмақ болып, қариялардың артынан қуа жөнелгенде таппай қайтып келеді. Ең кереметі сол, осыдан кейін кітап та қайта көзге түспеген. Ақсақалдарды да ешкім көрмеген. Қарғысқа ұшыраудан қанша қорқса да,
ғалымдар Әмір Темірдің қабірін үлкен қиындықпен ашады. Сөйтсе, қолбасшы табытқа салыныпты. Алғашында ғалымдар түсінбей бір-біріне қарасады. Содан кейін ғана Әмір Темірдің отырарда дүниеден өткен, Самарханға табытпен әкелінгенін естеріне алады. Ағаш тақтайшалар ашылған кезде ғажап бір жұпар иіс бұрқ ете қалады. Қабірден мұндай иіс шығуы таңғаларлық еді. Сүйікті көзімен көрген Мәлік Каюмовтың айтуынша, көрде бойы 180-190 сантиметр болатын адамның сүйегі жатыр еді. Басы да ерекше үлкен көрінеді. Герасимов мәйіттің аяқ сүйегінің жарақаты барын, оң қолының саусақтарының кемдігін анықтайды. Айни өзінің жорамалы расқа шығып, Әмір Темірдің сүйегі екеніне көзі жеткенде қуанғаннан айқайлап жібереді. Өйткені оған дейін қолбасшының сүйегі Ахмет Яссауи кесенесінде немесе Шахрисабз қаласында да болуы мүмкін деген дерек бар еді. Ақыры не керек, ғалымдар кешке дейін Әмір Темірдің сүйегін жоғарыға шығарады. Ал ертеңіне 22 маусым күні Әмір Темірдің сүйегі табылды деген сенсациялық жаңалықпен бірге соғыстың басталғаны туралы хабар әлемді дүр сілкіндіреді. Үн-түнсіз бұрышта отырып қалған Садриддин Айни осыдан кейін жоспарланған кітабын жазбаған деседі. Олардың бәрінің көкейінде соғыстың басталуына көрді қазғандары себеп болған жөнінде күдік жатқан болатын. Сонымен Герасимов Әмір Темірдің сүйегін алып Мәскеуге ұшып кетеді. Мәлік Каюмов соғысқа аттанады. Каюмов Ржев қаласында маршал Жуковпен кездесіп, соғыстың басталуына Әмір Темірдің сүйегін қазғандары себеп болғанын айтып, оны дереу жерлеу керектігін айтады. Бұлай қарасаң сенімсіз оқиға секілді. Бірақ Жуков та Каюмовтың айтқанына сеніп, мәселені Сталинге жеткізеді. Ал 1942 жылдың 22 желтоқсаны күні Әмір Темірдің сүйегі өз орнына қайта жерленеді. Жерленгенде де жай көме салмай, мұсылмандық дәстүрмен арулап көмдіреді. Осыдан кейін 2 күннен соң кеңес әскері алғашқы жеңістеріне жетеді. Ең қызығы, Сталинград шайқасы жеңіспен аяқталған соң, Сталин Гур-Эмир патшалар моласын қайта жөндеп, реставрация жасауға 1 миллион рубль ақша бөліпті. Яғни Сталиннің өзі аталмыш оқиғаға сенген деген сөз. Бұл оқиға қалай болғанда да Әмір Темірдің тегін адам болмағандығын көрсетеді. Ал жаңағы жайттың ақиқатында қалай болғаны тек Аллаға ғана мәлім.